Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жаңғақты тарт дайындаймын. Бұл өте жылдам жасалатын рецепттерді жақсы көретіндерге арналған. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әр аптада шығатын жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ыңғайлы ыдыста бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сары майға қант пен бір шымшым тұзды салып, венчикпен ағарғанша 1-2 минуттай араластырамын. Жұмысыңызды жеңілдету үшін миксер пайдалансаңыз болады. Масса араласқанда ұнды 2-ге бөліп, електен өткізіп саламын. Басында венчикпен араластырып, кейін қолмен қамыр илеймін. Май мен ұннан шыққан ұнтаққа жұмыртқаны салып, қамыр илеймін. Егер жұмыртқа пайдаланбасаңыз, оның орнына салқын 2 немесе 3 ас қасық суды қосып араластырасыз. Яғни қамыр илейсіз. Қамырды пергамент бетіне орналастырамын. Шамалы табанына және оқтауға ұн сеуіп қоюға болады, солай жаямын. Бұл пирог үшін үлкен формалар пайдаланған жөн, яғни 24-тен жоғары, 28 де болады, немесе пиццаның формасындай 30 диаметрлік формаға да келеді. Шамамен қалыңдығы 0,5 см етіп жаямын және формаға орналастырамын. Егер қамырды жайып отыруға уақытыңыз болмаса, бірден формаға қамырды қойып, стаканның табанымен басып отырып, формасын келтіруге де болады. Енді шеттерін тегістеймін, артық қамырларды алып тастаймын, немесе қалың жерлерінен алып, жұқа жеріне қойып, айналдыра тегістеп шығамын. Жандарын қатты жоғары етпеймін, бар болғаны бір бас бармақтың еніндей биіктікте көтеремін. Салмасын дайындағанша тоңазытқышқа жіберемін. Егер алдын ала салмасы дайын тұрса, бірден салып духовкаға жібере беруге болады. Салмасы үшін грек жаңғағын пышақпен майдалап кесемін. Немесе уақытыңызды үнемдеу үшін блендерда езіп алуға болады, немесе оқтаумен ұрып, ескі методпен майдалайсыз. Қамырға орналастырамын. Бетінен бір банка сгущенканы барлық жеріне тиетіндей етіп құйып шығамын. Жеңіл құйылу үшін сгущенка бөлме температурасында болғаны жөн. Жетпей қалған жерлерін силиконды күрекшемен жайып шығамын. 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 40-50 минутқа жіберемін. Яғни өзіңіз бақылайсыз, беті карамельді түске ену керек. Пештен алғаннан кейін толығымен суытамын. Ыстық немесе жылы күйінде формадан шығару немесе кесу қиын болуы мүмкін, сондықтан сабыр сақтап, толық суығанын күтіңіз. Осымен пирог дайын. Шаймен немесе кофемен керемет үйлеседі, жасалуы өте оңай, әрі өте дәмді. Менің жолдасымнан 10-да 10 деген баға алған пирог, сондықтан міндетті түрде сіздер де дайындап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Каналыма лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.